Бүгінгі кейіпкер 20 жылдан бері талай бүлдіршіннің өміріне үміт сыйлаған Нұртуған Әлқуатов. Тәжірибесі толысқан маман 10 жылдың ішінде 500-ге жуық ота жасаған. Легких операций нет, каждая операция она по-своему имеет свои нюансы. Конечно, в памяти есть множество сложных операций, и, конечно, эти операции, когда в начале нашей врачебной трудовой деятельности, они были все больше и больше, и с каждым годом при уже, скажем, улучшении навыков и после повышения квалификации все эти операции они становятся для нас более легче и стандартны. Но один из памяти это был ребенок с разрывом печени, была родовая травма, где операция длилась более 4 часов до 5 часов, где этого ребенка нам удалось спасти. Бұл 11 жыл бұрынғы сәтті отадан кейін жаңа өмірге қадам басқан бүлдіршін. Жүктіліктің 30 аптасында ультрадыбыстық зерттеу кезінде гастросчизис диагнозы қойылған. Ол алдыңғы құрсақ қабырғасының жарығы арқылы ішкі органдардың сыртқа шығып тұруы. Осылайша 2012 жылы салмағы небәрі 1 келі 900 грамм болып туылған бүлдіршінге ота жасалды. Босанғанның алғашқы күні ота бөлмесіне қызымды алып кетті. Ота сәтті өтіп, ота жасалды. 10 күннен кейін палатаға шығарды. Палатада да 10 күндей жатып, тиісті ем шараларды алдық. Сөйтіп үйге аман есен жеттік, аман есен шықтық. Қазіргі таңда қызымның жағдайы өте жақсы, денсаулығы жақсы. Қазір 11 жаста, мектепте 5 сынып оқиды. Өзі алғыр, озат оқушы. Менің атым Қажаубай Нұрай, 5-ші сыныпта оқимын. Жасым 11-де. Домбыра үйірмесіне қатысамын. Бұл біз білетін кейіпкер. Осындай жаңа өмірге қадам басқан бүлдіршіндер саны аз емес. Шала туған балаларды туыла сала ота жасауға болмайды дейді дәрігерлер. Оған дейін арнайы аппараттардың бақылауында болып, дайын болған күнде ғана отаға кіргізіледі. Біз қазір жансақтау залындамыз. Шала туған нәрестелер осы жерге әкелінеді. Артымызда тұрған аппараттар арқылы баланың жүрек қағысы, тыныс алуы, барлық жағдайы арнайы аппараттарда бақылауда болады. Біз қазір ота жасау блогының алдында тұрмыз. Бүгінгі жасалатын операция бойынша айтып өтсеңіз. Қазір бізде нәресте өте қиын ақаумен диафрагмальная грыжа деген ақау, то есть біздің көкет дейді ғой, өкпен ішқұрыспен байланысты сол өнеште тесігі бар. Сол үшін ішқұрыстың шектері бәрі өкпеге қарай кіріп, өкпесін қысып атқан, жүректі қысып атқан. Ондай кездерде өкпе қысымы қатты жоғары болады, сол үшін бірінші кезде дайындау керек. Бала уже почти 12 күндік осы уақытқа дейін жағдай өте ауыр болып дайындық жүргізіліп жатқан, кішкене жағдай стабильный болғаннан кейін бүгін қазір таңда отамыз жоспарлап отырмыз.